Менің есімім Нұртас, цифрлық банк блогында жұмыс жасаймын. Мектеп кезінен әртүрлі аудандық, қалалық жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып, содан қызығып жүгіруді бастап кеттім. Жартылай марафондарды бірнеше рет жүгіріп өттім. Алматыда, Томск қаласында ең жақсы уақытым 1 сағат 31 минут Алматы марафонында. Еуразиялық банк жұмысшылардың арасында 2-денге іріктеу болатынын естіген соң, өзімнің бағымды сынағым келді, және бұл маған жаңа тәжірибе. Жүгіру мен үшін ерекше ләззат алып келеді. Меня зовут Сергей, Евразийский банк, начальник службы инноваций. В 2016 году записался в беговой клуб, подготовился к алматинскому полумарафону. Там и остался. Получается, сейчас мой 8-й сезон. За это время я пробежал 3 полных марафона, 42,2 километра. Лучшее время 3:15:56, Чикаго в прошлом году, мейджор. Полумарафонов 6, если не считать длительных пробежек. Лучшее время 1:36:06 в Алмате. На самом деле хочу выразить благодарность банку за то, что в прошлом году вернул меня в бег. Так получилось, что после коронавируса бегать совсем не хотелось, была большая апатия к спорту. Но благодаря команде маркетинга вернулся в бег. Сейчас занимаюсь, по сути, профессиональным спортивным клубом, чему рад. Так что спасибо банку, решил его отблагодарить. Бег для меня — это море позитивных эмоций. Это преодоление себя. Это даже счастье, я бы сказал. Менің есімім Айбек, мен маркетингтік коммуникациялар бағытында бас маман болып жұмыс жасаймын. Осыдан 1 жыл бұрын Еуразиялық банкта жүгірушілер клубы ашылған болатын. Сол ақпаратты алған соң жүгіріп көрейін деп шештім. Міне бүгінгі күнге 1 жыл уақыт болды. Осы жүгірушілер клубында жаттығам. Жүгіріп бастағаныма 1 жыл болды, жаңа айтып өткендей. Енді осы күнге дейін Алматыда 2 жүгіруге қатыстым, және Түркістанда 1 жүгіруге қатыстым. Ең жақсы уақытым Түркістанда 1:35, 21 километр қашықтықта. Осы аз ғана уақыт ішінде жақсы нәтижелер көрсеткендіктен өз бағымды сынап көрейін дедім. Сондықтан осы 2-ден қашықтығына қатысамын деп шештім. Жүгіру мен үшін тәртіп. Менің есімім Азамат, мен цифрлы банк блогында қызмет атқарамын. Мен жүгіруге келгеніме көп болған жоқ. Осы Еуран жүгіру клубы құрылғаннан бастап жаттығуларға келіп жүгіре бастадым. Осыған дейін мен Алматы жартылай марафонда 21 километр қашықтыққа жүгірдім. Және де одан кейін Түркістан марафонында 21 километр қашықтыққа қатыстым. Ең үздік уақытым 1 сағат 49 минут болды 21 километр қашықтыққа. Банк бойынша жіберілген хабарламаны көріп, осы 2-ден жарысына іріктеуге қатысып көруге шешім қабылдадым. Өйткені 2-денге қатысып көру маған қызық болды. Біріншіден, өйткені бұл командалық жұмысты талап етеді. Өзің үшін жүгірмейсің, команда үшін жүгіруің керек болады. Барлығы басқаша темп. Сондықтан маған бұл қызық болды. Жүгіру мен үшін өмірді сезінумен тең деп ойлаймын. Өйткені сен жүгірген кезде бір басқаша ерекше сезімде боласың. Барлық өзің организмнің бір сағаттың механизмі сияқты жұмыс істеп тұрғанда өзіңді бір ерекше сезінесің.